Саламатсыздар ма балалар? Сабағымызды бастаймыз. 38-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Бір қаз өзенде жүзіп жүріп, өзінен өзі: "Мен қандай ғажап құспын. Жерде жүремін, суда жүземін, ауаға ұшамын. Менде құс бар ма екен?" дейді. Мұны әтеш естіп, оған: "Бекер мақтанасың. Сен аттай шаба алмайсың. Әр істі шала білгенше, бір істі тәуір білген жақсы емес пе?" деді. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Мәтінге ат қой, етістіктерді тап. Бұл жерде мәтінге қаз деп ат қоюға болады. Дара етістіктер: жүремін, жүземін, ұшамын, естіп, мақтанасың, білген. Күрделі етістіктер: жүзіп жүріп, шаба алмайсың. 39-ші жаттығу. Сурет бойынша әңгіме құрастырып жаз. Көжектер. Орманда екі кішкентай көжек ойнап жүрді. Олар секіріп, бір-бірін қуалап мәз болды. Ойынға беріліп кетіп, көжектер анасынан адасып қалды. Кенет олар қорқып жылай бастады. Сол кезде олардың даусын бір елік естіп қалды. Елік көжектерге жақындап, қайда тұратынын сұрады. Көжектер үйлерінің жанында үлкен ағаш бар екенін айтты. Елік оларды ертіп орман ішінен жүріп отырды. Көп ұзамай көжектер өз үйлерін тапты. Ана қоян көжектерін көріп қатты қуанды. Ол елікке алғысын айтты. Көжектер енді анасынан алысқа кетпеуге уәде берді. Сурет бойынша осы тәрізді әңгіме құрастыруға болады. 40-ші жаттығу. Қатесін тап және түзеп жаз. Тоты әдемі құс. Ол Африка, Австралия ормандарында тіршілік етеді. Қатесін тауып көшіріп жазамыз. Дәл осылай астындағыдай. Шығармашылық үзіліс. 41-ші жаттығу. Пирамидадан 7 әріптен тұратын етістікті тап. Тапқан етістікті торкөзге орналастыр дейді. Тапқан кезде сайрады деген етістік шығады екен. Сайрады дегеніміз бұл бізде дара етістік. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.